Апай bir күні bir арыстан аң патшасы ауырып қалыпты. Сосын хатқа барлық аңдарды шақырады. Сосын барлық аңдарды қасқыр арыстанның үңгіріне келеді. Сосын барлық аңдар шықпай қояды. Сосын түлкі келіп, неғып осындан бүкіл аңдар шықпай жатыр. Сосын түлкі арыстанның іздерінен қорқып кіре алмай отырды. Сосын арыстанға түлкі халын сұрап келді. Бастаймыз. Төмендегі сұрақтарға дұрыс жауапты белгіле. Ертегіде кім ауырады? Арыстан ауырады. Арыстан аңдарды не үшін шақырды? Ойынға халін сұрау үшін. Осы екеуін қайсыны? Халін сұрау үшін. Аңдар неге қайта шықпады? Жолды таппады, қашып кетті, арыстан жеп қойды. Қайсысы? Арыстан жеп қойды. Түлкі неге үңгірге кірмеді? Қорықты. Ертегінің мағынасы: ақылды болу керек, көп сөйлеу керек, қорықпау керек. Ақылды болу керек.